Сәлеметсіздер ме, 5 сынып оқушылары. Бұл сабақта біз сіздермен English plus 5 Students Book Unit 1 Reading for Pleasure Bob and Betty тақырыбындағы ұтуларын жасау жолымен және жауаптармен танысып боламыз. Page 11, 11-ші бет. Сабақты бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жібере алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Now let's begin our lesson. Сабағымызды бастайық. Bob and Betty. Және бұл жерде бізге Боб және де Бетти туралы қызықты комикс берілген екен. The Alien Detector, яғни өзге ғаламшарлықты табуға арналған детектор ойлап табады екен. Және бұл оқиғаны қазір оқып түсіне жатамыз. Exercise 1. Find these things in the comic and say where are they. Төмендегі берілген заттарды немесе адамдарды суреттердің ішінен тауып, ол қайда орналасқан екенін табуларыңыз қажет. Яғни, for example, the first word, бірінші сөз бізде dog, yes, a dog. Dog дегеніміз ит. Сөйлеммен жауап береміз. There is a dog here. Ит мұнда, яғни there is a dog in the car. Ит көлікте деп жауап берсеңіз болады. Немесе there is a dog in the picture 3, үшінші суретте деген сияқты. Немесе here, осында деп қолдарыңызбен көрсетсеңіздер болады. Next. A TV. There is a TV in the second picture, yes? Теледидар екінші суретте, немесе here деп жауап бересіздер. There is a boy here, яғни ол бала қайда? Ол бала here, and here, yes? Next, there is where is the girl? There is a girl here. There is a phone here. Phone дегеніміз телефон, яғни телефон бізде теледидардың шетіне жабысқан, бұл жерде көп бірнеше суреттен таба аласыздар. There is a car in the second picture, yes? There is a car in the fifth and the sixth picture. 5-ші 6-шы суреттен таба аламыз. Осылай жауап бересіздер. Яғни бұл жерде мынау берілген заттар немесе адамдар қайда орналасқан екен табу қажет. Next, exercise 2. Listen and read the stories and answer the questions. Мына оқиғаны оқы және тыңда дейді, және де төмендегі берілген сұрақтарға сол әңгіме бойынша жауап беруіміз қажет. Let's read and translate the comic. Excellent. It's finished. Betty, look. Керемет. Аяқталды, яғни бұл аяқталды. Betty қара дейді. What is it? Бұл не? The Alien Detector. It's my new invention. Бұл Alien детектор, яғни өзге ғаламшарлықтың детекторы, яғни детектор дегеніміз табады. Бұл менің жаңа туындым. Бұлар көшеге шығады, сол көшеден итті көріп Alien alert деп, яғни өзге ғаламшарлық деп итке көрсетеді. This animal is from another planet. Бұл жануар басқа планетадан. Are you sure? Сен сенсің бе? Енді детектор, яғни Alien alert, өзге ғаламшарлық табылды деген сияқты дабыл қағып жатыр. Have you got a problem? Сіздерде қандай да бір мәселе болып тұр ма? Sorry, my brother is an inventor. Кешіріңіз, менің інім өнертапқыш. Яғни осы кезетте де детектор Alien alert деп дабыл қағып жатыр. Сонымен машина жүріп кетеді. You are mad. Сіздер ақымақсыңдар дейді. The seventh. Help. Яғни оның артынан, көліктің артынан детектор жүгіріп кетеді. Ол бала help, көмектес деп жатыр. Сонымен артынан барған кезде бәрі детектор бұзылған. Are you okay? Жағдайың жақсы ма? Fine, thank you. Жақсы, рахмет деп жауап береді. Осымен енді осы әңгіме бойынша, комикс бойынша сұрақтарға жауап беретін болсақ. What is Bob's new invention? Бобтың жаңа туындысы не? Bob's new invention is the alien detector, yes? Next. What animal is in the car? Көлікте қандай жануар? There is a dog in the car. Көлікте ит. Is the animal an alien?
Ол жануар өзге ғаламшарлық па? No, the animal isn't an alien. Who is Bob's sister? Bob'тың әпкесі кім? Betty is Bob's sister, yes? Next exercise 3. Listen and repeat. Then translate the expressions. Тыңдалымды тыңдап отырып қайтала дейді, және де төмендегі сөздердің аудармасы қандай болады? Look, қара. Are you sure? Сенімдісің бе? Sorry, кешіріңіз. Help, көмектес. The fourth, listen to the story again. Жоғарыдағы әңгімені тыңда дейді. Then work in groups, act out the story in the comic. Топпен жұмыс жасай отырып, осы жоғарыдағы комикста болған әңгімені өздеріңіз қойылым қылып шығарыңыздар дейді. Және бұл бізде ауызша болады. Осымен біз 11-ші беттегі жаттығуларын жасау жолымен таныс болдық. Келесі сабақ бізде екінші тарау adjectives сын есімдерге байланысты болады. Келесі сабақта кездескенше goodbye.